Батыс Қазақстан облысына үкімет мүшелері жұмыс сапарымен келіп, өңірдің тыныс-тіршілігімен танысты. Премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбай бастаған топ алдымен Бәйтерек ауданына қарасты Дариян ауылындағы бірқатар нысандарды аралап тұрғындармен кездесті. Атаулы әлеуметтік көмектің жаңа тетіктерінен халықты хабардар етіп, тұрғындардың сауалдарына жауап берді. Келесі бейнематериалда. Қазақстан Республикасы премьер-министрдің орынбасары жетекшілік еткен үкімет тобы осы ауылдағы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығымен танысты. Әлеуметтік орталық 2019 жылдың маусым айында ашылған. Онда стационарлы күтімге алынған 38 мүгедекке 8 бағытта көмек көрсетіледі. Орталықта 50-ден астам мамандар жұмыс жасайды. Оның ішінде дефектолог, психолог, психиатр, терапевт және мәдени ұйымдастырушылар да бар. Негізі біздің мекемеміз 55 адамға арналған. Әзіргі таңда біздің мекемеде 38 екінші топтағы мүгедектер бар, бірінші топтағы мүгедек. Біздің мекемемізде 8 бағыт бойынша әлеуметтік мамандар жұмыс істейді. Одан соң үкімет мүшелері ауылдық мәдениет үйінде мемлекет басшысының сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі тақырыбында жарияланған жолдау аясында жиын өткізді. Тұрғындармен кездесуде Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов атаулы әлеуметтік көмек туралы түсіндірді. Бүгінгі таңда еліміз бойынша 2 миллионға жуық адам атаулы әлеуметтік көмек алады. Соның 1 миллион 300 баланың 60% көп балалы отбасылар көрінеді. Бұл үшін мемлекет қазынасынан 168 миллиард теңге бөлінген. Келесі жылы табыс көлеміне қарай 4 немесе одан да көп баласы бар жанұяларға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалатын болады. Әр балаға 11 мың теңгеден төленбек. Кірісі аз отбасылардың балаларына кепілдендірілген көмек беріледі. Біріншіден, атаулы әлеуметтік көмек біз енді кішкене дұрыс түсіну үшін бұл ең табысы аз қамтылған жағдай төмен кісілерге берілетін көмек. Ол ақшалай беріледі және әлеуметтік бейімдеу жағынан жұмысқа тарту, жұмыспен қамтамасыз ету көмегін қоса береді. Және де атаулы әлеуметтік көмек бүгінге елімізде жалғыз ғана төлем емес. Қазір білесіздер, барлығы атаулы әлеуметтік көмекті айтады. Мысалы, ана мен балаға қатысты кемінде бізде 10 жәрдемақының түрі бар. Ауыл тұрғындарымен кездескен Қазақстан Республикасы премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев сан сауалдарға түсінікті тілде жауап беріп, әлеуметтік салада атқарылып отырған іс-шаралар жөнінде баяндады. Үлкен мәселе біз мынау мұқтаждық менен масылдықты ажырата білуіміз керек. Өкінішке орай осы атаулы әлеуметтік көмекті төлеген кезде біздің көптеген енді тұрғындарымыз сол масылдыққа өтіп кеткен сияқты. Ол болмайды. Егер біздің 12 мүшесі сау азаматтарымыз жұмыс істемесе, сол жаңағынау әйелінің балдары үшін алып атқан атаулы әлеуметтік көмегіне қарап отыратын болса, онда біздің ертең болашағымыз қалай болады? Мына ұрпақтығымыз қалай тәрбиелейміз? Мемлекетіміз қалай дамиды? Сондықтан біздің ең негізгі мақсатымыз өз атты солай атаулы әлеуметтік көмек. Яғни ол уақытша беріледі. Қазіргі таңда білімді, тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеуге басты көңіл аударылып отыр. Елбасы да, мемлекет басшысы да мұғалімдер мәртебесін көтеруге тапсырма бергені баршаға аян. Осыған орай парламентте жаңа заң жобасы талқылануда. Денсаулық сақтау саласында да атқарылмақ шаралар көп. Тұрғындардың үкімет басшысының орынбасарына қойған сауалдарының бірі жұмыспен қамтудың жол картасы туралы болды. Қазір бұл бағдарламаның орнына ауыл ел бесігі бағдарламасы жасақталып, іске асуда екендігі түсіндірілді. Бәйтерек ауданына қарасты бір ауылда шағын ғана мектеп жұмыс жасап тұр. Білім ошағында 149 шәкірт бар. Оқитын орны жетіспейді. Жаңасын салуға елді мекеннің демографиялық өсу қарқыны сәйкес емес. 500 учеников. Ауылдағы бұл мектептің қазіргі көрінісі мүшкіл күйде. Оқушылар тар жерде білім алуда. Жаңасын салуға мүмкіндік болса жақсы болар еді. Бұл тұрғындардың өтініші әрине. Бердібек Сапарбаев өз сөзінде тозығы жеткен немесе құлаудың азақ алдында тұрған мектептердің мәселесі әлде болса түйінді күйінде екендігін тілге тиек етті. Бұл мәселе алдағы 3 жыл көлемінде өз шешімін табатындығын айтты. Әрине, мемлекет тарапынан мектептер салуға қомақты қаржы бөлінуде. Бір ғана мысал, тәуелсіздік алған 28 жыл ішінде еліміз бойынша 1300 білім шаңырақтары салынып, пайдалануға берілген. Көбі 3 ауысымды оқу ошақтары еді. Қазір олардың саны азайып келеді. Мемлекет басшысы үкіметке алдағы 3 жылда қауіпті жағдайдағы мектептердің орнына жаңадан салуға тапсырма берді. Ол орындалатын болады.
Жергілікті халықпен жүздесу барысында ағымдағы жылы қазан айының 6 күні болған тілсіз жаудың салдарынан шатырсыз қалған үй тұрғындарының өтініштері де аяқсыз қалмайтындығы айтылды. Облыс әкімі Ғали Есқалиев жедел түрде көмек болатындығын айтса, аудан басшысы есеп шот ашылып, қайырымды жерлестер тарапынан түскен қаржыға жөндеу жұмыстары жуық арада басталатындығын ескертті. Өрт салдарынан пайдасыз қалған шатырға 4 миллион теңге қаражат қажет. Скажите счет нам. Бізге де есеп шот нөмірін жіберіңіз. Облыс әкімдігі қызметкерлері де қолдайтын болады. Асарлатып шатырды қалпына келтіру керек. Мен ойлаймын, жерлестер қолдайды деп. Жиналыс қорытындысында облыс әкімі президент алға қойған тапсырмаларының орындалатынын және ол үшін барлық жағдайдың бар екендігін айтты. Тұрғындар тарапынан түскен өтініштер де аяқсыз қалмайтын болады. Ұлықпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Асылжан Қадем, Ақжайық ақпараттық бағдарламасы үшін.